Өмүрүмдө бөлүктөр болду, өлейин деген бир жагдайлар болду да. Бир адам сен айтып аткандай эки жолдон коркот, Кээде адеттегиси ит калып калатса, бир алдынан бирөө чыгып калса және чынымен де коркунуч болот да. Мен сол чынымен де коркунучта өмүрүмдө бөлүктөр болду, өлейин деген бир жагдайлар болду да. Бир ден соолукка байланыштуу. Адам өзүнүн жанынан чынымен коркот экен. Шынымен де есікті тоқылдатып келіп қалған кезде өлім. Адам барлық басқа нәрсенің маңыздылығын кетеді екен ғой. Құрған пландар, бала шағада кетіп қалады. Тіпті қасыңда балаларың ойнап жатқаны саған ешқандай қызықтық бермейді. Мүлдем бәрі кетеді. Өйткені бұл әлемді ауыстыру бұл үлкен өзгеріс қой. Сен әдетте бұл әлемді ғана білесің да, бұл әлемде ғана, осы әлемнің түсінігімен ғана түсінесің сен бәрін. Тартылсаңы, енді сен қазір жалпы өмір бойы көрген түсінігінің, бүкіл сенің миыңда қалыптасқан түсінігінің әлемін сен тастап, басқа неизвестный әлемге көшейін деп жатсың. Бұл міндетті түрде қорқыныш қой. Орыстар айтады, неизвестность всегда пугает дейді. Қаяққа баратқаныңды білмеу, бұл негізі міндетті түрде сен қорқытады да. Қалай жағдай. Одан кейін қорқытатын тағы да бір нәрсе, сенің жағдайың, жаның қиналып шығатын болса, саған кім көмек береді? Алла саған сөйтіп қалған болса, жағдай күнәміз болатын болса, сен кім көмек саған береді деген. Сен тек қана сол азапты бойыңнан өткізуге мәжбүрлісің ғой. Басқа жол жоқ. Үміт жоқ та. Бірақ Алла Тағала иншалла мейірімді. Алла Тағала Рахман, Рахим, құлдарына мейірімді деп айтамыз. Алла Тағала күнәларымызды кешірсін деп үміттенеміз иншалла. Сонымен қоса тозағынан қорқып тұрамыз. Жазасынан қорқып тұрамыз.